Ертеде тоғай жанындағы әдемі бір үйшікте ата мен әже өмір сүріпті. Кемпір, қарным ашқандай болды. Бауырсақ пісіріп берсең жақсы болар еді. Жарайды. Қазір қамбадан ұн қарайын. Әже қамбадан әкелген ұнымен қамыр илеп, бауырсақ жасамақ болады. Достар, айтыңдаршы, бөлмеде кімдер бар? Неше адам бар? Бірінші ата, және екінші әже. Кемпір бауырсақты суысын деп терезе жақтауына қояды. Ал бауырсақ жай жатпаймын деп орманға қашып кетеді. Бауырсақ домаланып келе жатса, алдынан кім шықты? Я, әрине бұл қоян. Бауырсақ, мен сені жеймін. Мені жемеш қоян, мен саған ән айтып беремін. Атадан да құтылдым, әжеден де сытылдым. Қоян сенен құтылу, қиын емес маған бұл. Осылай бауырсақ айласын асырып кетеді. Қоян аңқау артта қала береді. Ой балалар, қараңдаршы, бұл кім? Өзі сұр түсті, тістері ұзын. Я, достар, Дұрыс таптыңдар, бұл қасқыр. Енді бауырсақ жолда қасқырды жолықтырады. Қасқыр бауырсақты жемек болады. Ал бауырсақ құтылып кету үшін былай ән айтып береді. Атамнан да құтылдым, әжемнен де сытылдым. Қояннан да құтылдым, енді сенен де сытылам. Қараңдаршы, тағы бір аң келе жатыр. Өзі үлкен әрі маймақ. Бұл кім екен? Дұрыс айтасыңдар достар, бұл әрине аю. Өзі маймақ, өзі қоңыр. Ендігі кезек аюға келді. Аю да бауырсақты жемек болғанда, бауырсақ тағы да ән айтады. Ендігі кезек аюға келді. Аю да бауырсақты жемек болғанда, бауырсақ тағы да ән айтады. Ата әжемнен де құтылдым, қоян қасқырдан да сытылдым. Енді сенен де сытыламын деп бауырсақ аюдан да қашып кетіпті. Міне қараңдаршы, тағы бір аң келе жатыр. Өзі қызыл, жүні мамық. Бұл кім екен? Дұрыс таптыңдар достар, бұл қу түлкі ғой. Бауырсақ, мен сені жеймін. Мені жемеш, мен саған ән айтып берем. Ата әжемнен де құтылдым, қоян қасқырдан да сытылдым. Аюдан да құтылдым, енді сенен де сытыламын. Бауырсақ әнін айтып қашып кетпек болғанда, түлкі қулық жасайды. Құлағым естімейді деп алдайды. Айласын асырған түлкі бауырсақты тұмсығына отырғызып, одан әрі ап етіп жеп қояды. Міне достар, бүгін біз аңдармен таныстық және санауды үйрендік. Сонымен біз ертегіден неше аңды көрдік? Қане санайықшы? 1, 2, 3, 4. Қандай аңдармен таныстық? Қараңдаршы. Қоян, түлкі, аю, қасқыр. Біз бүгін ата және әже деп айтып үйрен. Достар, бүгін ертегі тыңдап сандармен таныстық. Келесі ертегімізде түстермен танысамыз. Келесі кездескенше достар. Ертеде бір өте ақылды әрі қу түлкі болыпты. Ол орманда алаңсыз серуендеп жүрсе, алдынан жолбарыс шығады. Жолбарыс түлкіні ұстап алады да, мен сені жеймін деп түлкіге бас салмақ болады. Асықпаңыз, мен осы орманның қожасымын. Егер сіз мені жесеңіз, орманның бүкіл аңдары сізді жейді. Ане, олай болса орманыңды көрсет. Көрейін қандай қожайын екеніңді. Түлкі жолбарыстың алдына түсіп, орман ішінде маңғаздана жүріп келеді. Ал аңдар болса, түлкіге таңданып қарап тұрды. Жолбарысты көрген аңдар қорқып, ағаштардың арасына жасырынады. Ал түлкі жүрісін жалғастыра береді. Расында орманның қожайын екенсің. Барлық аңдар сені көргеннен қаша жөнелді. Мен де сені жөніңе жіберейін.
Осылайша айлакер түлкі жолбарыстан айласын асырып аман қалыпты. Достар, айтыңдаршы, түлкі қандай аң екен? Оның түрі қандай? Ал мінезі қандай деп ойлайсыңдар? Я, дұрыс айтасыңдар. Оның жүні қызыл, құйрығы ұзын. Өзі өте ақылды, айлакер. Ал жолбарыс қандай аң екен? Сендер жолбарысты көргенде қорықтыңдар ма? Иә, достар. Жолбарыс қара қызыл жолақты, өте ашулы, жыртқыш аң. Қараңдаршы, достар. Сендер қандай аңдарды көріп тұрсыңдар? Аттарын білесіңдер ме? Дұрыс айтасыңдар. Бұл жерде кірпі, қоян, тиін, түлкі, елік, қасқыр және жолбарыс бар. Достар, сендерге ертегі ұнады ма? Ұнаса, лайк басып, тіркеліп алыңдар. Бізбен бірге болыңдар. Әлі талай қызық ертегі айтамыз. Әзірге сау болыңдар. Баяғы өткен заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Көктемде шал бақшасына шалқан егеді. Шал таңертең бақшаға келсе, бақшада үлкен шалқан өсіп тұр екен. Шал қатты таңырқады. Ой, мына шалқанның дәуін-ай, мұндайды бұрын соңды көрмеппін. Қане, суырып алып, кемпірме берейін, дәмді ас дайындасын. Жоқ, бұл менің жалғыз әлім келетін шалқан емес екен. Кемпір, әй кемпір, бері кел. Осылайша шал кемпірін шақырып, екеуі шалқанды әрі тартады, бері тартады. Шалқанды жерден шығара алмайды. Белім-ай. Шықпайды ғой мынау. Немеремізді шақырайық. Осылай немересі әжесін, әжесі атасын, атасы шалқанды тартады. Шалқан жерден шықпайды. Қане тартайық. Ақтөс келе ғой, бізге көмектес. Осылай күшік қызды, қыз әжесін, әжесі атасын, атасы шалқанды тартады. Бұл жерге мысық мияу керек. Мияу, тез жет, кел бізге көмектес. Сонымен мысық күшікті, күшік қызды, қыз әжені, әже атаны тартады. Мұнда тышқанды шақыру керек. Тышқан, кел, бізге көмектес. Сонымен тышқан мысықты, мысық күшікті, күшік әжені, әже атаны, ата шалқанды тартады. Шалқан жерден суырылып шығады. Иә, достар, бірлік бар жерде тірлік бар. Осымен ертегіміз өз соңына жетті. Ертеде 3 торай болыпты. Олардың түрлері де, бойлары да, тіпті құйрықтары да бірдей болыпты. Жаз соңына таяп, күн көзі қайта қалғанға ойлана бастапты. Бауырларым, ертерек кірпіштен зәулім үй тұрғызайық. Күн суыса жылы баспана, қауіп төнсе қорған болады. Несіне асығасың? Тағы біраз ойнай тұрайық. Осылай торайлар кірпіштен үй соғуға келіседі. Алайда тек торайлардың кіші бауыры ғана үй тұрғызуға кіріседі. 2 торай ойынға тоймай жүргенде, 3-ші торай кірпіштен мықты үй тұрғызып алды. Ал қалған 2 торай ойындарын әрі жалғастыра берді. Тағы біраз ойнап алайық. Ойнай, ойынға тоймаған торай тез арада сабаннан үй тұрғызып, қайта ойынға кіріспек болды. Торайладың ортаншы бауыры да көзді ашып жұмғанша шарбақтан үй тұрғызып алды. Қайта ойынға кіріскен торайларды көрген қасқыр торайларға тап береді. Торайлар қаша жөнеледі. Зәре құты қалмаған үлкен торай өзі салған сабан үйіне жасырынады. Қане торай, есігіңді аш. Әйтпесе мына сабан үйіңнің бұт-шытын шығарам. Жоқ, ашпаймын деген торайдың жауабына қасқыр ашуланады да бар күшімен сабан үйді бір үрлейді. Сабан үйі қираған үлкен торай ортаншы торайдың шарбақ үйіне жасырынады. Енді қасқыр шарбақ үйге келіп жасырынған 2 торайға есікті ашың деп ақырады. Торайлар ашпайды. Ашуға мінген қасқыр шарбақ үйді бар демімен үрлегенде, үйлері қираған 2 торай кенже бауырларының үйіне қашып келеді. Қане торайлар шығыңдар. Әйтпесе бір үрлеймін де үйлеріңді қиратамын. Ал өздеріңді жеп қоямын.
Қасеке, бізді жемеш, үйдің мұржасымен үйге кірмеші. Осылай торайлар қасқырды алдап үйдің мұржасына шығармақ болады. Ал өздері үйдің ішінде пешке от жаға бастайды. Қасқыр мұржадан түсе берген сол еді. Қайнап тұрған қазанға тап болады да, қазаннан шыға алмай қалады. Осылай торайлар қасқырдан құтылыпты және ұзақ та тату тәтті өмір сүріпті. Балаларым, сендер де тату, тәтті және еңбекқор болсаңдар, кез келген қиындықты жеңіп шығасыңдар. Балаларым, қолдарыңдағы смартфонды тастаңдаршы. Одан да мен сендерге қызықты ертегі айтып берейін. Ертеде ма? Жоқ балам, өте заманауи бір ақ ешкі болыпты. Және оның 7 лағы болыпты. Лақтарым, мен супермаркетке барып сүт алып келейін. Аулада қасқыр жүр, доставчик болып. Сендер оған есік ашпаңдар. Балаларым, лақтарым, аналарың келді, пакеттерін ілді деп әндеткенде ғана есікті ашыңдар, жарай ма? Балаларым, лақтарым, аналарың келді, пакеттерін ілді. Ойбай, мынау кім? Дауысыңыз гүрілдеп тұр ғой. Вокалға барып, дауысыңызды түзетіп алсаңызшы. Осылай өзіне сендіре алмаған қасқыр студияға барып, дауысын жіңішкертіп алады. Балаларым, лақтарым, аналарың келді, пакеттерін ілді. Дауысыңыз құсайды екен, бірақ Face ID-дан қолыңызды көрсетіңізші. Дауысын түзеткен қасқыр енді тырнағын түзетейін деп салонға келіпті. Тырнағын боятқан қасқыр енді аяғын ешкінің тұяғына ұқсату үшін ақ кроссовки сатып алады. Лақтарым, балаларым, аналарың келді, пакеттерін ілді, тырнағымда әдемі. Осылайша қасқыр лақтардың сеніміне кіріп, лақтарға тап береді. Тек бір лақ қана жасырынып қалады. Арның қампайтқан қасқыр алаңсыз қонақ бөлмеге кіреді де ұйықтап кетеді. Үйге келген ешкі лақтарын таппай аң-таң болады. Тек бір лақ қана анасына бар жайды айтып береді. Ешкі қасқырдың қарнын жарып, лақтарын шығарып алады да, қасқырдың ішіне үйдегі бар қоқысты салып, қайта тігіп қояды. Анашым, қасқырдың ішінде интернет істемейді екен, ол жерде телефонымды да қуаттай алмадым. Лақтарым, бүгінігідей жағдай қайталанбас үшін смартфонды тастаңдар да кітап оқыңдар. Сонда алғыр боласыңдар, қасқырға алданбайсыңдар. Міне, ертегі осымен соңына жетті. Сендер де смартфондарыңды тастап, кітап оқыңдаршы. Ертеде бір ақылды кірпі мен мақтаншақ қоян болыпты. Бір күні кірпі орманда серуендеп келе жатса, алдына қоян шығады. Сәлем кірпі, не істеп жүрсің? Серуендеп жүрмін. Қоян кірпіні қысқа аяғыңмен қалай серуендейсің деп мазақ етеді. Ал кірпі ашуын сыртқа білдірмейді. Кел одан да екеуміз жарсайық, сонда білеміз кімнің күшті екенін. Жарайды, жарсақ. Енді кірпі қояннан айласын асыру үшін досынан көмек сұрамақ болып, досының үйіне келеді. Ой, досым, қоян жылдам ғой, сен онымен қалай жарсасың? Ол жылдам болса, мен ақылдымын. Екі кірпі ақылдасып, қоянды алдап соқпақ болады. Солай мақтаншақ қоянды бір сабасына түсірейік дейді. Досым, сен осы тастың артына жасырын. Қоян жүгіріп келгенде, сен тас артынан шығып, мен келдім деп айтарсың, жарай ма? Қоян мен кірпі келіскендей жарысты бастап жібереді. Қоян үлкен қадамдармен алға шығады, ал кірпі баяу қозғала бастайды. Қоян бар күшімен жүгіріп тасқа жеткенде, тас артынан кірпінің досы шығып, мен бірінші келдім деп айтады. Аң-таң болған қоян, бастаған жерімізге қайта барамыз деп жүгіріп кетеді. Бастапқы нүктеде кірпі ағаштың артында жасырынып, қоян келгенде күтіп алу үшін ағаш артынан шығады. Екі өкпесін қолына алып, ентігіп әрең жеткен қоянды кірпі тағы да таңғалдырады. Қоян, сен осыншалық сылбыр болармысың? Мен сені ұзақ күтіп қалдым ғой? Амалы таусылып, жеңілгенін мойындаған қоян сол сәттен бастап кірпіні мазақ етуін доғарыпты. Балаларым, осы жазда ата әжелеріңнің жанында болыңдар. Ата әжелеріне қолғабыс болыңдар, жарай ма?
Міне немерелеріңізді алып келдік. Осы жас сіздердің жандарыңызда болады. Айналайын құлыным. Ата, мына көгершіндер бізге қатты үйреніп қалыпты. Мүлдем жатырқамайды. Көгершін деген адамның досы ғой. Киелі құс. Көгершіндер хат тасиды ата. Шәкіртіміз, Серік, сен бокстан республикалық жарысқа өттік. Жарайсың балам, батамды бердім. Әумин. ауылда кейде телефон жұмыс жасамай қалатыны бар. Мен саған осы құстардан хат беріп жіберемін. Әпке, мен сізге осы құстардан жеңісім жайлы хабарлайтын боламын. Менен жақсы хабар күтіңіз. Балам, тек өзіңе сен. Сенің қолыңнан келеді. Сенің тілеуіңді тілеп отырамыз, балам. Қараңыздаршы, Серік басым түсіп жатыр. Соңына дейін жеңісті қолдан бермесе екен. Жоқ. Теледидардың сөніп қалғанын қараш. Соққыларың нық болсын. Қорғанысты да ұмытпа. Жарайды, тренер. Менің қолымнан келеді. Мен сенімді ақтаймын. Я! Менің қолымнан келді. Мен сенімді ақтадым. Ата, әже, Айлин әпке, мен сіздердің сенімдеріңізді ақтадым. Жақында ауылға барамын. Күтіңіздер. Көгершіндер, бізге бауырымның жақсы жаңалығын жеткізші. Бұл менің бауырымның хаты ғой. Ата, әже, Серік жақсы жаңалықпен келе жатыр. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Балам, қош келдің.